әйел адамдар шаршамайды ғой. Сосын торговый домға барады ғой, бір көйлек таңдау үшін мен таң қалам, шаршамайсыздар бар ғой. Ана үлкен торговый домды бірінші круг просто айналып шығады ғой жаңағы. Екінші круг бағасын біліп шығады. Үшінші круг көйлекті киіп шығады. Төртінші кругқа үлгермейді, жабылайын деп жатыр ғой. Сонда да қысылмайды, спокойно. Ладно, ертең келем деп кетіп жатады жаңағы. Әйел адамның бір сөзі бар, сүйектен өтіп кететін бар ғой. Мен білгем осылай болатын деген. Сен әйеліңмен ақылдаспай бірдеңе істеші, осы сөзді естисің ғой біз. Машина аласың, техника сынады ғой. Астына шұқылап бірдеңе жатсаң, мен білгем осылай болады. Айттым мен саған содан машина алмай-ақ қой деп. Қош, тағы бірдеңе алсаң, тағы дейді. Мен білгем осылай болады. Ал өздері бірдеңе алды сынып қалса, онда айтады. Басаман болсын, қош тағаларымыз дейді да жаңағы. Жан жолатпайды ғой. Жоқ. Ал біз бірдеңе істесек, бүкіл жерден минус тауып отырады. Өйткені әйел адамның жаратылысы ерекше. Әйел адам ұзақ өмір сүреді еще жігіттерге қарағанда. Әйел адам мен сіздерге айтайын, көп нәрсеге басын қатырмайды өйткені. Олар бетін бояйды.